Қазақстан Республикасының халқын тұрғылықты жері бойынша уақытша тіркеу деген өтінішті алу үшін егов порталында ЭЦК көмегімен авторизациядан өтіңіз. Порталдың басты бетінде азаматтық, миграция және иммиграция санаты бойынша басыңыз. Халықты тіркеу және тіркеу есебінен алып тастау бөлімінде Қазақстан Республикасының халқын тұрғылықты жері бойынша уақытша тіркеу түймесін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Уақытша тіркеу мерзімі түймесін таңдаңыз, 1-ден 12 айға дейін. Меншік иесі немесе иесі еместігіңізді белгіленіз, жылжымайтын мүлікті іздеу түрін таңдаңыз. Облыс немесе мекенжайдың тіркеу коды бойынша. Облыс бойынша іздеген жағдайда облысты және жылжымайтын мүлік объектісін таңдаңыз. Жалғастыру түймесін басыңыз. ЭЦК көмегімен қызметке қол қойыңыз. Өтінім 10 минут ішінде өңделеді. Қызмет көрсету нәтижесімен жеке кабинетте таныса аласыз. Өтінім 15 жұмыс күні ішінде өңделетін болады.